Сәлеметсіздер ме құрметті ютуберлер, мен бұрын видео түсірген болатынмын. Ол видеода осы Google AdSense-тің ішінен сіздің видеоларыңызда плюс 18 және азартный ойын жарнамалары шықпау үшін оларды қалай өшіру керектігін көрсеткен болатынмын. Және ол үшін біз деликатный категория кірген болатынбыз. Осы жақта кірген соң астында симулятор азартных игр дегенді өшірген болатынбыз. Мінекей заблокирован тұр. Тіпті осының өзі көмектеспейтінін мен көзім жетті, себебі өзімнің видеоларымда кіріп қарап көрсем, менің видеоларымда olimpiad.kz жаңағы сайтының жарнамасы шықты. Ол яғни азартный жаңағы ставка тігетін сайт. Енді оны қалай өшіру керек десеңіздер, көп каналдарда соны байқадым, сол сайттың жарнамалары шығып жатыр екен. Оны өшіру үшін управление URL рекламодателіне кіреміз біріншісіне. Одан кейін біз бұл жерде ручной қолымызбен теретін боламыз. Осы жаңағы Olimpiad сайтының жаңағы адресін olimpiad.kz Неге тердік. Енді бұл жақта поисққа жазатын болсақ, сіз бізге шығарып беретін болады. Неге olimpiad.kz осы сайттың жарнамалары менде разрешено болып тұр. Енді қазір заблокировать етеміз. Неге заблокированные. Осыны жасап болған соң, закрыть деп шығатын болсақ, список шығады. Мінекей бірінші болып шығып тұр, заблокированные. Қазір кезде жарнамасын өте қатты күшейткен екен. Сол үшін блокировать етіп тастадым. Енді осы Google AdSense-ке тіркелген 2-3 канал болса да, сол 3 каналдың ішіндегі видеоларда ешқайсында шықпайтын болады осы жарнама, осы сайттың жарнамасы. Барлық әр адамда Google AdSense тек біреу болады. Осы бір Google AdSense-тен өшірсеңіз болды. Ол барлық каналда ол жарнама өшетін болады.